Тұсаукесер сәбиге қатысты рәсім. Бұл рәсімді бала тезірек жүріп кетсін деген ниетпен жасайды. Тұсаукесер ырымы бала аяғын қалт-құлт басып жүре бастағанда жасалады. Бұл көбінесе бала бір жасқа таяп қалған кезге сәйкес келеді. Тұсаукесерде баланың ата-анасы той жасайды. Тойға шақыртылған қонақтар сый-сияпаттарын, шашуға арналған тәттілерін ала келеді. Қонақтарға арнап дастархан жайылады. Қонақтар жүрек жалғап алғаннан кейін баланың тұсауы кесіледі. Ата-бабамыздан қалған наным бойынша тұсауы кесілмесе, бала жиі сүрінетін болады және өз-өзіне сенімсіз жасық болып өседі. Шақырылған қонақтардың арасынан елге сыйлы, қайратты, құрметті біреу таңдалып, сол адам ұсталмаған қайшымен баланың тұсауын кеседі. Тұсауы кесілген бала алғашқы қадамын жасағанда түрлі тәттілер мен тиыннан шашу шашылады. Қазақта баланың мінезі тұсауын кескен адамға тартады деген сенім қалыптасқан. Рәсім аяқталғаннан кейін баланың ата-анасы тұсау кескен адамға сый-сияпатын тарту етеді. Тұсау кесер рәсімде баланың алдына кітап, ақша, музыкалық аспаптар сынды түрлі заттар қойылады. Бұл балаға арналған сынақ десе болады. Бала қай затты таңдаса, болашақ кәсібі соған байланысты болады деген сенім қалыптасқан.